Аяқтарыңыз кешке қарай ісіп кетеді ме? Шұлықтан кейін қалғаныз таңертеңге дейін кетпейді ме? Бұл жай ғана шаршау емес, мүмкін бұл жүрек, бүйрек немесе тромб белгілері шығар. Сәлем достар! Егер арнаға бірінші рет кірсеңіз, жазылып алыңыз, өйткені бұл видео сіздің өміріңізді сақтап қалуы мүмкін. Бүгін сізге ісіктен тез және бір жола құтылудың 7 нақты жолын айтам. Соңына дейін көріңіз, ең маңыздысы соңында. Көп адам ісінуді жай шаршаудан деп ойлайды. Бірақ кейде ол инсультке, инфарктқа немесе жазылмайтын жараға алып келеді. Ал кейбірі тіпті өмірімен қоштасуға дейін барады. Ісіну деген не екенін елестете аласыз деп ойлаймын. Ісіну бұл мысалы аяқтың тобығы, табаны ісініп, шұлықтың резинкасы теріге із қалдырады. Ал ол із ұзақ кетпей тұрады. Егер ісінулер сирек кездесетін болса, мысалы көп сұйықтық ішкеннен кейін, тұзды жеген соң немесе ұзақ сапардан кейін, бұл жағдайда қорқынышта ештеңе жоқ. Алайда, егер ісіну тұрақты, үнемі қайталанатын сипат алса, бұған міндетті түрде назар аудару керек. Көп жағдайда ісіну лимфа мен веноздық жеткіліксіздікке байланысты туындайды. Бұл міндетті түрде варикоз немесе венаның ауруы деген сөз емес. Кейде мүлде дені сау адамдарда да кездесуі мүмкін. Бұл функционалдық веноздық жеткіліксіздік деп аталады. Түсіндірейін. Әдетте біздің веналарымыз бен лимфа жүйеміз бұлшықеттердің жиырылуы мен буын қозғалысы кезінде жұмыс істейді. Бұлшықеттер веналарды қысып, қанды жүрекке қарай жоғары айдайды. Бірақ қазіргі заманда адамдар қозғалысты азайтып, күні бойы отырып жұмыс істейтін болды. Бұл жағдай аяқтың төменгі бөлігінде қан айналымының баяулап, ісінуге алып келеді. Егер сіз бұл ісінуге дер кезінде көңіл аудармасаңыз, аяқтың терісі біртіндеп сола бастайды. Иә, тура мағынасында. Себебі ісіну теріге қоректік заттардың жетуіне кедергі жасайды. Бастапқы кезеңде ісіну жай ғана өткінші болады. Аздап жүрумен немесе түнгі ұйқыдан кейін кетіп қалуы мүмкін. Бірақ ештеңе істемесеңіз, тері құрғай бастайды, қарайып кетеді, қалыңдап тығыздала бастайды. Лимфа жүйесінің шамадан тыс жүктелуі лимфодемаға, яғни созылмалы ісікке әкеледі. Жетілмеген, дұрыс емделмеген ісінуде теріні тырнап алу немесе жеңіл жарақаттың өзі қабынуға келуі мүмкін. Бұл дерматит немесе рожа, яғни іріңді тері қабынуы болуы мүмкін. Мұндайда аяқ қызарып, ұлғайып, ауырсынады, дене қызу көтеріледі. Осыдан кейін ісінуді емдеу өте қиын болады. Ендігі кезекте қалыпты ісінуді қауіптісінен қалай ажыратуға болады дегенге келейік. Негізгі белгілері: қаншалықты тез пайда болды? Бір жақты ма, әлде екі аяқта да ісіну болды ма? Қаншалықты тез кетті? Егер ісіну сирек болса, екі аяқта бірдей, түнгі ұйқыдан кейін немесе демалыстан соң кететін болса, ол қалыпты. Ал егер ісік тез пайда болды, бірнеше минут немесе сағат ішінде, тек бір аяқта, ауырсынумен бірге болса, онда бұл қауіпті белгі. Жедел түрде дәрігерге көріну керек. Вена УЗИ-ін тапсыру қажет. Бұл тромб болуы мүмкін. Лимфалық және веноздық ісінулер жайлы тереңірек айтсақ. Лимфа бұл ашық сары түсті сұйықтық. Ол ағзадағы қалдықтарды, токсиндерді, өлі жасушалар мен вирустарды жинап, тазартып шығарады. Лимфалық ісіктің екі түрі бар. Бастапқы, яғни тумасынан, лимфа жүйесі әлсіз немесе дамымаған болып келеді. Екіншілік, яғни жүре пайда болған операциядан, жарақаттан, күйіктен кейін, әсіресе онкологияда лимфа түйіндерін алып тастағаннан кейін, немесе қайталап болған рожа қабынуларынан кейін дамиды. Ал веноздық ісіну венадағы қанның жүрекке дұрыс қайтпауы нәтижесінде пайда болады. Венаның ішінде клапандар бар. Олар қанның жоғарғы көтерілуін қамтамасыз етеді. Егер бұл жүйе бұзылса, мысалы варикоз кезінде қан кері ағып, аяқта тұрып қалады. Уақыт өте келе бұл тері түсінің өзгеруі, қоюлана түсуі, ісіну, аяқтың ауырлануы мен шаршауымен жалғасады. Тромбоз кезінде ісіну ең қауіпті. Бұл қан тамырындағы тромб, яғни ұйыған қан айналымын жабады. Одан төмен қарай қан жиналып, аяқ ісіп кетеді. Бұл тез дамиды,
яғни бірнеше минутта. Тері көгереді, аяқ ауырады. Кез келген кенеттен болған ауырсыну мен ісіну шұғыл түрде дәрігерге қаралуға себеп. Ал егер емделмесе не болады? Созылмалы ісінулер терінің бұзылуына, пигментация, тығыздалу, ең ауыр жағдайда трофикалық жара алып келеді. Бұл жазылмайтын, суланып тұратын ауыр жара. Ол тек адамның емес, отбасы өмір сапасын да бұзады. Тромбозбен байланысты ісінулерді емдемесе өлімге әкелуі мүмкін. Себебі тромб үзіліп кетіп, өкпеге жетуі ықтимал. Енді не істеу керек? Жұмыста аяқты жоғары көтеріп отыру 10-15 сантиметр жеткілікті. Үйде аяқты қабырғаға немесе диванға қойып демалуға болады. Әр сағат сайын буындарға жаттығу жасаңыз. Аяқты өзіңізге және өзіңізден алыстатыңыз. Аяқты айналдырыңыз. Өкшеден башпайға дейін ауыстырып тұрыңыз. Егер де тұрақты ісіну болса, компрессиялық трикотаж, яғни гольф шұлық киіңіз. Егер жұмыс отырып жасалса, гольф, егер ұзақ тұру керек болса, шұлық. Жаттығуларға көшсек, жүзу, велосипед, жүріс, серуендеу, шаңғы бәрі ісінуге өте пайдалы. Лимфодренажды массаж немесе пневмокомпрессор арнайы аппарат аяқты төменнен жоғары сығып ісікті шығарады. Егер ісіну тромбозға байланысты болса, міндетті түрде дәрігердің бақылауында болыңыз. Қысатын шұлық киіңіз, қан сұйылтатын дәрі ішіңіз. Варикозға байланысты ісінуден бір жола құтылуға болады. Лазерлік ота жасап, қан айналымын қалпына келтіру арқылы. Егер ісік қайталанса, өзіңізді кінәламаңыз. Бұл көбінесе сіздің кінәңіз емес. Бұл лимфа, вена, гормон, тұз, судың тепе-теңдігі. Бірақ бақылауға алу өз қолыңызда. Лазергенмен варикоздан құтылуға болады. Бұл бір реттік шешім. Кеш болмай тұрып, әрекет етіңіз. Ісік ағзаның сізге сигналы, сізге айтып тұр. Маған көмек керек, оны елемеңіз. Аяғыңыз жүрегіңізге апаратын жол. Егер сіздің де аяқтарыңыз кешке қарай ісінетін болса, лайк басыңыз. Мүмкін бұл видео біреудің өмірін құтқарар. Каналға жазылып, келесі видеоларда өткізіп алмаңыз. Біз ең маңыздысын түсінікті тілмен жеткіземіз.